Маған осындай әдемі 3D растяжкаға заказ түскен болатын. Давайте бірге жасайық. Ол үшін бізге плоттер керек болады. Плоттерімізді қосамыз, шытырлы қағаздарымызды аламыз. Қағазымызды плоттерге жібереміз. Silhouette студияда дизайн жасап, отправить деп плоттерге жібереміз. Плоттер осылай күштілеп кесіп береді. Осылай қағазды алған қатты ұнайды. Әдемі әріптеріміз дайын болды. Тура солай бантигіміздің деталін кесіп аламыз. Осындай әдемі бантик шықты, жасалу келесі видеода болады. Флажоктарды шығарып аламыз. Әдемілеп шетіндегі қара сызық көрінбейтіндей кесіп аламыз. Дайын әріптерімізді осы клеймен клейледім. Клейлеген кезде қолымызбен үстінен жүргізіп шығамыз. Растяжкамыз жартылай дайын болды. Енді бантикті ыстық клейдің көмегімен жабыстырамыз. Дыраколмен тесуді ұмытпаңыздар. Соңында осындай әдемі, жыртырлақ, ерекше 3D растяжкалар шығады. Заказ берсеңіздер болады.